Қайырлы күн баршаңызға, менің каналыма қош келіпсіздер. Сіздермен мен Райхан. Бүгін ерекше жұмсақ жаңғақты бөлкелердің рецептісімен бөлісемін. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Егер каналға тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп өтіп лайк басуды ұмытпаңыз. Бізге қажетті заттар: ерітілген сары май, жылы сүт, ұн, ашытқы, қант, тұз, бір жұмыртқа қажет болады. Ыдысымызға жылы сүтімізді құйып аламыз да қантымызды, шамамен тұзымызды, біраз қасық ашытқымызды, жұмыртқамызды шағып, сары майымызды ерітілген құйып аламыз. Венчиктің көмегімен бір келті қылып жақсылап араластырып аламыз да, үстіне толықтай барлық ұнымызды салып, жұмсақ нәп-нәзік қамыр илеп аламыз. Мінеке, қамырымыз нәзік болып жақсылап илеп алдық. Илеп болған қамырымызды 40 минут 1 сағатқа тоңазытқышқа қойып аламыз. Нәзік болып, көтеріліп, керемет болып шығады. Міне, өздеріңіз видеода көріп тұрғандай көтеріліп шықты. Енді столымыздың үстіне ұнымызды сеуіп, қамырымызды жұқалау қылып жайып аламыз. Қатты жұқа болып кету маңызды емес. Бөлкелеріміздің қамыры піскеннен кейін, 2 күннен кейін де бір қалыпты жұмсақ болып тұрады. Жылы жерге қою маңызды емес, сонысымен ерекшеленіп маған қатты ұнады. Енді толықтай жайып болғанымыздан соң, ортасына ерітілген сары майымызды бір тегіс барлық жеріне жағып шығамыз да, блендерде майдаланып алған түйе жаңғақтарымызды сеуіп шығамыз. Қаласаңыз мүйіз ортасына сепсеңіз де болады, немесе творог жақсаңыз да болады. Әркімнің өз қалауы, начинкасына. Осылай видеода көрсетілгендей 4 бұрышты қылып орап аламыз барлығын. Орап болғанымыздан соң осылай бір келкі кесіп аламыз. Жіңішкелі оғып кессеңіздер де болады. Ол кезде булочкаларыңыз көбірек болып шығады саны. Мен просто өзім қалауымдай кішкене үлкен болып ісіп шықсын деп қатты майдалаған жоқпын. Осылай видеода көріп тұрғандай формада жасасаңыздар болады. Қаласаңыздар басқа формада жасасаңыздар да болады, өз қалауларыңыз. Ортасынан кесіп алып, 2 шетке қарай бұрап шығасыздар. 2 ұшын ұштастырып қоясыздар осылай. Толықтай барлығын формаға келтіріп алғанымыздан соң, табамызға жайғастырып аламыз да, жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Сол кезде біз печкамызда 180 градуста қыздырып қоямыз. 180 градуста 20 минуттың ішінде осылай сап-сары болып ісіп, үлпілдеп, бөлкелеріміз дайын болады. Сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.